Assalamualaikum. Biz mine dostlarımızla Hasiyetli Bukhara қаласына келіп жүрміз. Son Mir Arab медресесіне келіп жүрміз. Біз сол Mir Arabтың неге Mir Arab деп аталатынын білмейтінбіз. Сөйтсек бұл Mir Arab деген Әмир Араб кезінде Йеменнен Абдулла Йемени деген патшалығын тастап, осы жерге келіп, Обайдолла хан аға келіп, осы жерге келіп, рұқсат сұрап, мен осы жерге келдім деген екен. Не сіз қарсы алған екен де, сол кісі айтқан екен. Мен бұл жерде медресе салайын деп, сөйтіп медресе сала берсе, медресе құлай береді, сала алмайды. 100 адам жұмыс істесе де. Содан кейін жаңағы бір кісі айтқан екен, сіз бұл жерге ілім жолында келген едіңіз ғой деп. Сөйтіп ол кісі ана Самарқанға барып, Хажы Ахрор Вали деген кісіге барып дәріс алған екен. 5 жылдан кейін осы жерде өзі ұстаз дәрежеге жеткен. Жаңағы Обайдолла хан ол кісіге шәкірт болған екен. Осы жерде Мир Араб медресесі, Мир Калам дейді. Содан кейін Көкілташ медресесі, үлкен медреселер салынған. Сонда бұл жерде тура Құранның 114 бөлмесі болса, 114 сүресі, 114 бөлме бар екен. Мынау жын сүресінен алған бөлме екен. Осы жерде шәкірттер астында білім алады екен, үстінде жатады екен. Бір кітап бітірген бала, мына кітап бітіргеннен кейін мынаның ішіне кіріп шілдеханаға Алла зікір етеді екен. Яғни өз кітап жаттағанына шүкір етеді екен. Осыны уақып қылып, Алла жолында осы сол кісілер қызмет еткен. Біз осындай жерде бұл медреседе жаңа Ратбек қажы, Абдулла Жолдас біздің елімізден Россия мүфтилері бар оққан. Қазірде де бұл жерде институт бар екен. 4 жылдық имам хатиб және араб тілі мамандығын алып шығады екен. 2000 жылдардан бері басқа мемлекеттен алмайды, бірақ арнайы жіберсе алуы мүмкін. Сондай жақсы жерлер. Мынау міне көріп тұрғанымыз 500 жылдан артық қалай жасалған, сол бөлме, сол несі әлі сол өрнегімен тұр екен. Сондай бөлмелеріне кіріп жүрміз. Аллаға сан шүкір, осылай екі еліміз Қазақстан, Өзбекстан бір-бірімізге аралап, бауырмашылығымыз, туыстығымыз арта берсін. Осы жердегі Асадулла ұстаз, Азимжан, Захитхан Қари ұстаздарымыз, Азимжан бауырымызға, бәрі қызметтен жүрген бауырларымызға Алла тағала разы болсын. Алла тағала бәрі зияратымызды қабыл етсін, елдеріміз гүлденсін, дін исламымыз қуаттансын. Сонда жаңағы патша Йеменді тастап келіп осы жерде қайтыс болғандықта, жаңа Обайдолла хан сол кісінің аяғының астына барып жатқан екен. Мен мынандай патшалық тастап келген. Яғни Алла жолында өзінің өмірін арнаған адамға патшалардың патшасы аяғына жатқан екен де. Біз жаңа ғана Құран оқып дұға шықтық. Имам Бұхаридің туған жерін көрдік, үйінің орнын. Бұл жерде Хажы Бахауиддин Нақшбанди жатыр. Көкілташ медресесі бар. Біздің Мәшһүр Жүсіп дәріс алған кезінде Бұхар жырау сол жерде ілім алған осы жерде. Сонда біздің игі жақсыларымыздың бәрі осы жерден ілім алған. Орта Азияда, Түркістан деп аталған жерлерде діннің осы былайша айтқанда орталығы болған осы жерлер. Алла тағала разы болсын, гүлдене берсін иншалла. Әмин.